Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы 8 сынып. Сабағымыздың тақырыбы «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының жанрлық ерекшелігі. Оқу мақсаты: автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау. «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы туралы мәліметтер. Қазақ халқы ырым, наным-сенімге сенетін халық. Сол себепті қазақ аққуды киелі санайды. Аққуды ежелден қастерлеп, бақыттың бастамасы, жақсылықтың жаршысы, пәктіктің, сұлулықтың белгісі деп ұғады. Әрі оған ешқашан оқ атпаған. Аққу турасында ел аузында аңыз әңгімелер көп. Тіпті ақын жазушыларымыз, әнші сазгерлеріміз де қарап қалмаған. Мәселен, Сәкен Сейфуллиннің «Аққудың айрылуы», Қорқыт баба мен Ықылас Дүкенұлының, Нұрғиса Тілендиевтің «Аққу күйлері», Аюхановтың «Аққу биі» халқымыздың аққуға деген сүйіспеншілігі мен құрметінің дәлелі. Мына бір аңызға сүйенсек, ертеде бір адам аққудың киелі екенін білмей оқ атады. Сонда аққудың сыңары өз қосағынсыз өмір сүре алмайтынын дәлелдеп, өзінің басын тасқа ұрып, өзін өзі өлтіреді. Ал оқ атқан адам арада қанша жыл өтсе де отбасын құра алмай, еш перзентсіз дүниеден жалғыз өтіпті дейді. Тіпті аспан әлеміндегі шоқ жұлдыздың бірі аққу жұлдызы деп аталады. Өзіміздің салт дәстүрімізде аққу мойын деп аталатын өрнек те бар. Аққуды атқан адам жамандыққа ұшырайды. Өлген аққу жалғаспаған ұрпақты білдіреді. Ал ананың балаға деген махаббаты бәрінен де күштірек. Бұл жырда пақыр ана өз баласы үшін қасиетке оқ атады. Ананы бұған итермелеген баласына деген асыл махаббаты. Тәуіптің сөзіне сенген ана ақыр соңында перзентінен де айырылып есі ауып кетеді. «Аққулар ұйықтағанда» шығармасындағы ана бейнесін топтастыру стратегиясын толтырыңыздар. Сұрақтар: поэмада бала қандай жағдайда жатыр еді? Екінші сұрақ: аққуды атқан ана қандай қасіретке ұшырады? Үшінші сұрақ: кие деген сөзді қалай түсінесіңдер? Төртінші: ананың орнында қандай шешім қабылдар едіңдер? Бесінші: бала өліміне не себеп болды деп ойлайсыңдар? Алтыншы: баланы емдеуге болар ма еді? Кері байланыс тапсырмасы: шығарма кейіпкерлеріне өз сөйлемнен өз сөзімен мінездеме бер. Ана, әке, тәуіп, жылқыша. Осы кейіпкерлерге мінездеме береміз. Бұл біздің кері байланыс тапсырмасы. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.